сүйектен өтеді деген нәрсені айтқым келіп отыр сіздерге. Мен бір клиентпен жұмыс жасадым, ер азамат, жасы 30-дан асып кеткен. Сол клиент маған келді, үйленгім келеді, үйленбей жүрмін, үйлене алмай жатырмын, қалай істесем болады, не істесем болады деп келді. Сол жігітпен жұмыс жасаған кезде енді балалық шаққа барамыз ғой, ата-анасымен қарым-қатынасына барамыз. Сонда жұмыс істеген кезде анаңыздан көп қандай сөзді естіңіз десем, ол айтады: мен анамнан емес, әкемнен тұқымың құрғыр дегенді көп естім дейді. Мен әкем мені бір нәрсе істей алмаған кезде, жұмсаған кезде, дұрыс жасай алмаған кезде ылғи маған тұқымың құрғыр деп ұрсатын дейді. Енді қараңыз, баласы 35-тен асып кетті, әлі үйленген жоқ, әлі артынан тұқымы қалған жоқ. Ол бір ма? Енді сол клиентпен ары қарай тағы да терең жұмыс жасаған кезде, жаңағы үйде нешінші баласыз деп сұраймын ғой. Сонда ол екінші бала болған, үлкен ағасы өмірде үйленген, бірақ бала көрмей өзі өмірден қайтыс болып кеткен. Көрдіңіз ба? Тұқымың құрғыр деген сөз қалай әсер етіп жатыр, әкесінің айтқан сөзі. Сондықтан ата-ананың балаға айтқан сөзі дұға болып кетеді деген осыдан қалған. Ол ата-ананың айтып отырған сөзі ашуланған кездегі балаға дұға болып, қабыл болып кетуі мүмкін. Және сол баланың тағдырына әсер етіп жатыр, өміріне әсер етіп жатыр. Сондықтан жақсы сөз жарым ырыс дейді, жақсы сөз сөйлеуіміз керек, құрметті ата-аналар. Сосын бір клиентпен жұмыс жасадым. Ол клиентпен жұмыс жасаған кезде жаңағы анасы жетпегір, желкен қиылғыр деп өте көп айтады екен. Ұрысқан кезде ылғи сол сөзді айтады дейді. Бір нәрсе бүлдіріп қойсам, істей алмай қалсам, ылғи сол сөзді көп айтады дейді. Енді қазір ол жігітпен жұмыс жасаған кезде жаңағы жігіт айтады: мен дейді, бала кезден бастап біз жоқшылықты көп көрдік дейді. Жоқшылықта өстік дейді, не киім, не тамаққа жармадық дейді. Енді қазір жасы кәдімгі 40-қа кеп қалған.